5-6 сабақ 20 жыл күткен жеңіс. Мұхаммед Әлидің шын аты Кассиус Клей. Оның тұңғыш рет 1960 жылы Римде өткен Олимпиадалық ойындарда даңқы шықты. Жартылай ауыр салмақта өнер көрсеткен ол Олимпиадада алтын медальды жеңіп алады. 1964 жылы бокстан әлем біріншілігінде спортшы ауыр салмақта жеңіске жетеді. Содан кейін ол мұсылман дінін қабылдап Мұхаммед Әли атанады. 60 жылдары ол ешкімнен жеңіліп көрген жоқ. 1967 жылы әскери қызмет атқарудан және Вьетнам соғысына қатысуға бас тартқаны үшін Мұхаммед Әлиді чемпиондық атақтан айырады. Оның спорттық мансабында біраз уақыт үзіліс болады. Ал 1971 жылы рингке қайта шыққан Әли Джофф Рейзерден ұтылып қалады. Алайда 1974 жылы өткен кәсіпқой боксшылардың әлемдік біріншілігінде ауыр салмақтылардың арасында ол қайтадан жеңімпаз атанады. Мұхаммед Әли кәсіпқой бокстан 3 рет жеңімпаз болған бірден бір спортшы.